Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін құймақ пісіретін боламыз. Ол үшін бізге сүт, 2 жұмыртқа, қант, қайнаған су, ұн және сода керек. Ыдысымызға сүтімізді құямыз. Оның үстіне 2 дана жұмыртқаны салып, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне еліктен өткізіп ұн саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, біркелкі масса шығарамыз. Бөлек ыдысқа 1 шай қасық соданы салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осы суымызды жаңағы дайын массаның үстіне құйып, оның үстіне жарты кесе сұйық май құямыз. Барлығын біркелкі масса шыққанша жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табанның бетін майлап, массаларымызды құйып, құймақтарымызды пісіріп аламыз. Келесі бетін аударамыз. Дәл осылай барлық құймақтарымызды кезек-кезек пісіріп аламыз. Мінекей біздің құймақтарымыз дайын. Видеоны ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліңіз.